программа olsun. Hayırlı gün dostlar. Қазір Oytal ауылы. Oytal ауылы. Oytal ауылы Қабылбек Сармолдаев атындағы орта мектебі жалпы білім беретін бекітетін күрделі жөндеу жұмыстарына келдік. Міне жалпы сомасы 222 миллион ақша бөлінген. Құрылыстың басталуы 20 сәуір, құрылыстың аяқталуы 15 тамызда. Дос сервис, техникалық USK, проектировщик түсінікті. Мынау енді Қазақстанский ішкі несі деген мәселе. Сіздер екі күннен кейін тапсыруларыңыз керексіздер. Үлгересіздер ма? Қалай? Kendiniz atıyorsunuz. Дос сервис. Нормально. Қалай үлгересіздер ма? Мектепте тапсыруға? 25-тегі ғана үлгеріп қаламыз еді, кішін тапсырып Ана абаттандыру әлі бар екен әлі. Атасын абаттандыру ғалады біздер. Сыныпқа қанша бала керек деп отырсыздар? Бірінші сыныпқа 20 оқушы керек бізде. 20 оқушымыз бізде қашықтан оқыту қазір дайындап жатырмыз. Олардың бәрі қашықтан оқылатын болды. Бұл сіздерде интернет қалай ауылда? Бізде интернет мектепке қосылған. Ауылда? Енді бала келмейді жаққа? Ауылда көбіне кейбір жерде ұстайды, кейбір жерде нашар ұстайды. Бірақ көбісі балалардың бәрі жаңағы Wi-Fi, үйде модем алып отыр. Сол бойынша жұмыс істеп жатыр. Ата-аналар өздері алып жатыр ма? Ата-аналар өздері алып жатыр, иә. Енді құрып көрейік. Атыңыз кім дедіңіз? Атым Исламбек Дастан. Исламбек Дастан. Біз өзіміздің жұмыс кестесін жасап алғанбыз. Мына жерде бізде мынау процентін көрсетіп қойды. Қазіргі таңда атқарылған жұмыстар. Жылу жүйесі бізде 80% уже орындалып тұр. Терезелер 90% бәрі почти бітті. Есіктеріміз міне бастадық кеше. Пока уже бастап қойдық. Сылақтарымыз 80% бітіп тұр. Полдарымыз бітті, 100% бітіп тұр. Сырлауларымыз әлі полдары сырланған жоқ. Ол тоқтап тұрмыз. Кафельдеріміз 90% бітті қазір. Асхана еден 100% бітіп тұр бізде. Желдету жұмыстары бітті, тек қана сеткалары қалды. 90% бітіп тұр. Шатырымыз 70%. 70% деген артында бізде спортзал бар. Сол шатырымыз сол бітпей тұр. Ішін несін істеп жатыр. Сырт әрлеу жұмыстары әлі толық біткен жоқ. Электр жүйесі 90% бітті бізде. Ішкі жұмыстарын әрлеу 90% бітіп тұр. Балалар алаңы бізде ана жерде орын дайындап жатыр мына кісілер. Ол әлі басталған жоқ. И мына сыртқы жұмыстар абаттандыру бізде 0% қазір көрсетіп тұрмыз. Ішкі әжетхана 50-50 бітіріп қойдық. Спортзал 40 бітіріп қойдық. Көрейік енді. Жұмыс. Мынау кеватқан бордюрлар абаттандыруға Құрылыс заттарын әкеп жатыр ғой. производство. Бәрі өзіміздің Қазақстан. Өзіміздікі мынау? Қазақстан, бәрі өзіміздің Қазақстан. Иә, бұл Қазақстан жасалған. Алматы, Қазақстан өзіміздің. Тараз, Мынау көзеті. Бәрі Қазақстан ғой. Бәрі отан кейбір жерлерде бөлмелерді бөліктерді іштеп өтініш жасағанып біздегі проекттегі сметада Иә, слава есть екен. Слава. Проекті жоқ болады. Бұл технология кабинеті. Сонда ұлдар қыздарға мына кісілерге айтып, рахмет ортасынан бөліп беріп қойсыздар. Екіге бөліп. Ұлдарын
Bunda mынау жерде ағаш болатын. Жаңағы ЧС-тің требованиясын ағаш болмайды деп, мына жерге гипсокартонмен O beri yaşladı, yaşlı aytan. Bu yaşladı. Ескертпеді, дәл өтірген жоқ. Жоқ, демейтіңізді деген ма ше. Одан кейін жаңа мектеп, мен басқа мектептерді көріп отырмын ше. Кер мектепте проект бойынша есіктер, терезелер осындай. Бірақтан баланың қауіпсіздігі үшін олар бала сегізге тіресін үшін олар төбеден ашып қойып жатыр. Что мынандай ашатын терезелер жоқ па? Төбеден ашатын қойып жатыр ше. Төбеден сол төбесін ашатын болады. Lan juvan gece gelip kulağına. Odan ölçeğini kısası ağabadan görünmesi Көртістер, ескі славы жаңадан бірақтан әкелінген ескердің мектеп директор басшылығы қанағаттанғандықтан міне бәрі ауыстырылып қайтарылып жатыр. Sonra осындай жұмыс болу керек, өйткені мектеп сізге керек, оқушы сіздердікі, білім алушылар сіздердікі. Міне енді осылар енді арғы спорттауға монтаж жасадық термосында. Енді болса бүгін жаңағы балкілерін нелерін қойып, сварочный жұмыс. Қаням, мынаяқтап қашан бітіресіздер? Анаған кемінде бір ай керек мынаған. Мен көріп тұрмын. Бір ай керек бұған. Бір ай емес, 15 күнде шығып кетеміз бе деп отырмыз. Жоқ, анан мен сылау керек, сыртын істеу керек, үйту керек, бүйту керек, бір ай. Сыртқы жұмыстарды бөлек істеп жатыр адамдар. Мына нені үстіндегі сварка жұмыстарын оны бөлек адамдар істеп жатыр. Ішіндегі әрлеу жұмыстарын бөлек адамдар істеп жатыр. Енді үш бригада осы сапаласа 15-сіне дейін кішкене жақындап қалатын шығармыз деп отырмыз. Өйткені бізде жаңағы қосалқы жұмыстарға беріп кетті. Мыналар жоқ. Şimdi dostlar көртістер енді бергі жағы жұмыс бітсе міне артқы жұмыстар әлі аяқталмаған, әлі аяқталу керек, жұмыс жүргізу керек. Өйткені уақыт келді, срок келді. Енді бұл кісілер пандемия дейді, адам болған жоқ, басқа болған жоқ деп сененсе, ол жағында түсіністікпен қарауға болады, бірақтан мынаны ары кетсе бір айдың ішінде бітіру керексіздер. Міндетті түрде өйткені бірінші балалардың оқитын бастауысы бірінші берілу керек. Бірінші оған төлеу керек, басқа да одан кейінгі ары қарай жұмыстарын жүргізсе бола береді. Рахмет.